Бәріңізге сәлем. Кеше көргендеріңіздей, осыдан қаншама жылдар бұрын анам екеуміз квартираға жүрген кезде осы күндерді армандайтын едік. Қазір шүкір, Құдай сондай мүмкіндік беріп тұрған кезде біз де бір отбасыны қуантып, арманын орындайық деп шештік. Себебі менің өз баспанамыз болса деген менің бала күнгі 5 жасар Садрадиннің үлкен арманы еді. Себебі қазіргі осы заманда квартирада тұру деген көп бала анаға, жалғызбасты анаға үлкен проблема негізі. Сол үшін де бүгін сол күн келіп, Аллаға шүкір, Алланың қалауымен ең алдымен бір кісіге пәтер сыйлайын деп тұрмыз. Мен Асанова Айгерім, 5 бала шағаның анасымын. Қазіргі таңда менде цирроз печень деп жатыр. Алдағы уақытта үлкен тексерістер керек болып тұрмаған, жұмысқа жарамсыз деген анықтама берді. Менің ішім ісіп кете береді. Оны дәрігерлерде дұрыс диагноз қоя алмай, сонымен қазір тексерілудің үстіндемін. Біздің ажырасқанымызға 10 жыл болды. Ешқандай алимент алмаймын. Алимент алмағаннан кейін маған АСП да шықпайды. Басында бұл кісіге балдарыңызға мектепке, қыркүйекке киім-кешек сыйлаймыз деп шақырған болатынбыз. Аша Кіріңіздер. Саламатсыздар, дәде, қалыңыз қалай? Барлық мектеп Қалайсыздар? Біз Киіңіздер. сізді телевизорде неден каналға дауысын қойып тыңдайды бала шаға. Мама, қолдан келер, жасай берем, алғанын алладан тіле. Күшті. Ерша, мамаңа көп жағдай жасау керек. Сіздерге киім керек, мектепке қыстық киім. Үй бар ма сіздерде? Жоқ, біз пәтерде тұрамыз. Пәтерде үй керек па сіздерге? Үй керек болса сізге осы атымдан осы квартира сізге. Жалмаң, әке осы квартира сізге. Бұйырып сізге, бұйырып қалды. Біз біраз іздедік негізі шын адамды, керек адамды. Сізге осы квартира. Жоқ, шынымен. Нормально, осы балдарыңыз ертең көрсетіп осы балдарыңыз көрсетіп. Әше, жыламын. Бәрі Құдай жіберіп тұр ғой сізге. Бізде баяғыда кішкентай кезде осындай едім ғой менде. Өзімізде үй болмаған, сол кезде мен армандайтын едім, өзіміздің баспанамыз болса ғой деп. Мен негізі Құдай көрген шығар, балдарымды жатқызып, ұйықтаңдар деп айтамын, бірақ өзім таңға дейін ұйықтамаймын. Өйткені, біз көп қиыншылық көрдік. Айдалада ондай условиясында өмір сүрдік. Бір қор береді, оны да бізге айдала ешкім бармайды. Әптен қиыншылық көрген бүгін. Бірақ мен Алладан шын тіледім, осы қыздарымның, балдарымның баспанасы болса екен, Алла тағала айтады ғой, жаман айтпай жақсы жоқ деп, ертең күн мен аяқ астынан бір нәрсе болсам, балдарымды Аллада қалмасын деп. Ертең балдарыңыз үйленеді, қызықшылықты көрсетеді, осы балаңыз атын кім? Дарын? Ол келсек екеуміз, маманы шетелге апарып, қыдырту сенің өзің мойныңда. Көрейік, әпше жыламаңыз болды. Қуаныш қой бүгін. Көрдік берсеңдерші. Алматыға бір үй алсам екен деп келген арман. Менің осындай кезде келгем. Бір үй алсам, мен арманым жоқ, анамды қуантсам деп. Қазір шүкір, бір басқа отбасына сіздерді қуантып отыр. Сол үшін менен көрдім. Алла сүйеді. Мындай неміз істеп әкел. Қаңыз. Әпке шынымен арманым болған, өзім үйім болса екен деп бізде дәл солай квартирада тұрған адамдармыз. Осындай кішкентай кезімізде. Содан әйтеуір Құдай тілеуіміз беріп, мамам дұға тілеп, соған жеткізді. Міне, дәл кішкентай кезінде біледі ғой. Сіздерге үлкен рахмет, маған ештеңе сезбедім мен. Көрсеңізші мына жақтарды. Шыны керек, бұлай деп ойлаған жоқпын. Сезген жоқпын ештеңе. Мен негізі жаңа машинада келе жатып ойландым, что мен үйге барғаннан кейін, қазір киімдерді алғаннан кейін әдемі қылып үйге барып, видео түсіріп, ағама жіберіп, бәріне рахмет айтамын деп өзім сөйтіп ойлап келдім. Ағаға да, апаға да үлкен рахмет, сіздерге де рахмет, Алла разы болсын. Аумин әпке, сізге де. Дарын нешедесің сен? 15 уже дәу жігіт болыпсың уже. Жеткізеді бүкіл жақсылыққа. Бәрі аман есен өсіп, өз арман тілектеріне жетсе болды. Сіздерге де рахмет. Сіз қызықшылығыңыз Рахмет, өте рахмет. Барша атсалысқан жандарға Алла разы болсын. Алладан қайтсын. Алладан үміт үзбеңіздер, тек қана Алла бар. Бұл біздің ас үйіміз болады. Құдай қаласа.
bir şahzadem aynalar bağına